Тыңдарман сұрағы. Тәңіршілік атауы қашан пайда болды? 8 ғасырдан бастап 18 ғасырға дейінгі деректерді зерттеймін. Олар әртүрлі тілдерде парсы, араб, түркі шағатай немесе ойрат, сол тілдерде жазылған деректер. Олардың ешбір қайсында тәңіршілік туралы мәлімет жоқ. Әшірбек Муминов, шығыстанушы, профессор, тарих ғылымдарының докторы. Құрметті профессор Муминов дұрыс айтады. Жазба деректерде тәңір сөзі кездескенімен тәңіршілік сөзі еш жерде кездеспей. Ендеше тәңіршілік атауы қалай пайда болды? Патшалық Ресейдің қазақ жерін отарлау кезеңінде отарлаушылар тарапынан Орталық Азия елдеріне арнайы саяхаттар, зерттеулер жүргізе отырып, жергілікті тұрғындардың көне діни наным сенімі жайлы ізденістер жасады. Бұл бағытта Бартольд, Гумилев, Потанин, Аристов тағы басқа ориенталистер аса белсенді болды. Зерттеушілер түрік халықтарының көне сенімі шаманизм дегенді мәжбүрлеп тықпалай бастады. Кенет аяқ астынан бәрі басқаша өзгерді. Бұл жайлы зерттеуші Мурат Аджи былай дейді. 1893 жылдың 15 желтоқсанында Копенгаген университетінің салыстырмалы тіл білімі кафедрасының профессоры Вильгельм Томсен археологтар жинаған тас жазуынан бір сөзді тенгри, тангир, таңыра деп оқыды. Мәтінді толық оқи келе бұл сөз табынатын бір жаратушы екені анықталды. Зерттей келе бұл сөз түрік халықтарының баршасына ортақ, мұсылман емес, тарса, мұғ тіпті манихей тағы басқа сенім өкілдері қатар қолданып жүрген Құдай сөзінің синонимі екені анықталады. Мысалы, 762 жылы манихейлік дінді қабылдаған ұйғыр рулары күн тәңірі, ай тәңірі десе, 9 ғасырда мұсылман ойшылы Махмуд Қашғари, тәңір, Худа сөздері Құдай дегенді білдіреді деп жазып кеткен. Осылайша ориенталистер үшін ортаға жаңа зерттеу нысаны тенгир идеясы пайда болды. Олар өз ара жарайды, тәңір Құдай дегенді білдіреді екен, ал енді көне діннің атын қалай атау керек деп көп дауласты. Ориенталистердің бір бөлігі күн діні деп атайық, себебі таңбалы тастарда күн басты адамдар бейнеленген, күн тіршіліктің бастауы. Десе келесі бірі тобы жоқ, оларға күннің ұлдары деген жараспайды, одан да шаманизм болып қала берсін, көптен бері шаманизм деп атап жүрміз ғой деген уәж айтып жатты. Көп ұзамай кеңес үкіметі орнағаннан соң, тенгризм идеясы басымдыққа ие бола бастады. Алайда көптеген шығыстанушы ғалымдар бұл тенгризм идеясына келіспеді. Олар ешқандай дін Құдайдың атымен аталмайды. Діндер не құрушының, не діни ерекшелігіне қарай аталу керек деп шыр-пыр болып жатты. Уақыт өте ешкім күтпеген оқиға орын алды. Белгілі ақын Олжас Сүлейменов 1979 жылы өзінің Азия еңбегінде алғаш рет тенгрианство деген атауды қолданды. Оқырман тарапынан үлкен тебіреніс тудырған бұл кітап көпшілікке тенгрианство атауын оңай сіңірді. 90-шы жылдары Кеңес одағының ыдырауы нәтижесінде Орта Азия түркі республикалары Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан және Әзірбайжан мен Татарстан, Якутия, Кавказ, Тува, Хакасия, Алтайлықтар өзінің ұлттық тарихын жаңғыртамыз деп лап бергенде, жоғарыда аталған тенгрианство идеясы ұсынылып дайын тұрды. Олар тіпті де бас қатырған жоқ, атаудың тарихына қарап жатпай жарыса ілді де кетті. Тәңіршілдік атауы осылай пайда болды.